Жер сатуға наразылық білдірушілердің қатарына өнер саласындағы азаматтар да қосылды. Олар бір ауыздан халықпен бірге екендерін, жердің саудасына да оның жалға берілуіне де қарсы екендіктерін айтып отыр. Бұған қоса ел ішіндегі наразылықтың басқа арнаға бұрылып кетпеуіне алаңдаулы. Жай уақытта бастары көп бірге бермейтін әнші, актер, журналистер бұл жолы пікірлерін айтуға бірге жиналды. Өйткені бәрінің де талабы ортақ, жер жалға берілмесін деген. Отқа майғы жүрсе, үлкен бір адам шығынына кеп соқтыру мүмкін да. Сол үшін тез арада менің ойымша елдің бейбітшілігін қаласа, халықтың санының артқанын қаласа, кеммегенін қаласа, билік ертерек шешім қабылдап, осы жер туралы қаулыны өзгертсе деген пікіріміз, арман мақсатымыз бар. Жиналғандардың бұлайша дүрлігуін әсіресе Қытай инвесторларының қазірден ақ қызығушылық танытып отыруы бір себеп. Жерді жалға беру басып өтін бергенмен тең деп есептейтін өнер иелері ел болып қазір тойтарыс бермесек кейін кеш бола ма деседі. Не үшін жалға беруіміз керек? Мысалы, алайық, Қытайлар алатын болса, біздің жерімізді 25 жылға жалға алатын болса, оған май шығаратын соя егетін болса, 3 жылда жердің тасталғанын шығарады. 10 жылдық құнарын 3 жылда жойып тастайды. 10 жыл әбден пайдаланып болғаннан кейін, қалған 15 жылында қайтып өзіміздің қарагөз қазақтарымызға өзімізден жалға алған жерді өзімізге қайтып жалға бермесіне кім кепіл? Ал актер Бекжан Тұрыс пен ақын Ринат Зайытов ел жанұшыра шулап жатқанда үкіметтің сырғытпа жауаппен шектелуі халықтың қарсылығын толқуға ұластырып жібере ме деп алаңдаулы. Сондықтан бұл айтқандарымызды билік тарапы сес көрсету емес, ел мен үкіметті мәмілеге келтірудің жалғыз жолы деп түсінсе екен дейді. Ашынып атқа қонған қазақтың алдында тұрма тамтығын шығарады. Сондықтан соны ойлау керек. Қазір халықты ашындырмау керек. Отпен ойнап жатыр қазір. Сондықтан қазір ойлану керек. Өкстерге көбірек ойлану керек. Халықтың дауысына, үніне құлақ асып барып жатқан ешкім жоқ болғаннан кейін, бұл осындай көтеріліске жетелейді, бұл осындай халықтың ашуын тудырады, және сол ашудың кесірінен халықты ұтпайды, билікті ұтпайды, арасындағы жандай шаптар ұтады. Бұл егер осы жерден тоқтамайтын болса, бұл өршімесе бәсеңсімейді. Және ол халық ертең өзінің атамекен жері үшін, ел үшін, өзінің ұрпағына мирас болатын, қала берді өзі өлгеннен кейін көмілетін жер үшін ол аяғына дейін барады, ол жасырын нәрсе емес. Қысқасы елмен бірге екендерін білдіргісі келген танымал тұлғалар келесі жиында қайта жүздескенше деп тарқасты. Өйткені белсенді топ мұнымен тоқтап қалмақ емес екен. Ол жерде 21-не жұрттың бәрі жиналғалы жатыр. Алла нәсіп етсе, бізде бой көтереміз, ойымызды айтамыз, бізде боғып қалмаймыз. Бұл өйткені біздің жеріміз, ата-бабаларымыздан қалған жер. Мақсат Толықбай, Ринат Абулқайыров, Информбюро, Алматы.